Сәлем қыздар, сырнеке жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге қажет сүзбе. Сүзбе бізде 200 грамм, 5%. Ал мінекей сақтап алдық. Бір жұмыртқаны ішіне жарып, кішкене араластырып аламыз. Енді қыздар, бізге 1,5 қасық қант қажет. Міне, қантымызды салып, сосын 2 ас қасық манной крупа саламыз. Ал қыздар, барлығын дұрыстап жақсылап араластырамыз. Мен шанышқымен араластырдым. Шанышқымен жақсылап езіп тұрып араластырып алдым. Қыздар, блендер болса, әрине блендермен істесеңіздер болады. Менде болған жоқ, сондықтан мен шанышқымен араластырып алдым. Дәл осылай жақсылап араластырып болған соң, қыздар, кішкене ұн сеуіп жібереміз. Мінекей, дәл осылай домалақтап аламыз. Мінекей. Дәл осылай барлығын жасап шығамыз, қыздар. Барлығы дайын болған соң, тапамызға кішкене май қойып, баяу отпен пісіріп аламыз. Қыздар, асты піскен соң, әрине аударып, үстінде пісіріп аламыз. Ал мінекей дайын, қыздар. Дәл осындай керемет болып шығады, шын айтам. Жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.